Біздің сыныптастар сонау Өзбекстаннан келген Жалғас бар, Рудныйдан келген Әлия, Шарбану, Жомар, Степногорскіден Райса деген құрдасымыз, Алматыдан Нағашбай, жан-жақтан келіп жатыр класстастарымыз. Және темір жолдағы класстастарымыз бәрі жиналып осы жерде ең бүгін соңғы күніміз, 3-ші күні өзіміздің демалыс зонасына келіп демалу күнін өткізіп жатыр. Бүгін бәрі қуанышты. Бүгін 3-ші күні. Құдайға шүкір жақсы болып жатыр. Бүгін бәрінің несінде шек жоқ, жүрегінде қуаныш. 30 жылдығымызды бұл жерде шын айтсам Теміртау қаласында өткіземіз деген ешкімнің қиялында жоқ. О басында бұны бастаған кезде мына Серікбай Нағашбай деген жоламыз группа ашып, осындай 30 жылдық не болады депті да, қызба мен 5-6 айдың ішінде WhatsApp-тан бір-бірімізге хабарласып, осы 30 жылдықты ұйымдастырдық. Міне мынау Жүзбай Бақытбек кластасымыз тұр, міне Исмаил Жарас кластасымыз тұр. Бұлардың еңбегі ерекше. Қолдан келгенше қызметтерін атқарып жатыр. Біреуі машинасымен, біреуі өзіне тиісті нені бөліп алғанымыз кезектерді. Негізі біздер ол басында мына Исмаил Жарас деген сыныптасымыз Керізбұлақтың қанымыз тамған жер, Керізбұлаққа өткізсек қалай болады, сол жерге өткізейік деп ұсыныс айтты. Оны мен де башладым. Негізі туған жерімізге өткізуді армандап едік. Оған енді көпшіліктің шешіміменен осы Теміртау қаласында өткізетін бұл орталық деп осы жерге өткізетін болдық. Енді Өзбекстандағы сыныптастарымызға сағынышты сәлем айтамыз. Насып болса, Қаражүлікті Керізге өткіземіз бе деген бір жоспарларды айтып жатыр енді. Я 35 жылдықты, я 40 жылдықты өзімізді кіндік қанымыз тамған жер Керізбұлаққа өткіземіз деп айтып жатыр көпшілік енді. Сол жерде ата-бабаларымыз жатыр. Сол жерлерге барып бір зиярат қылып, басына бір Құран оқысақ деген ұсыныстар бар. Бәрібір қай жақта жүрсек те өзіміздің кіндік қанымыз тамған ауылымыз Керізбұлақ ол мәңгі бақи біздердің есімізде қалады. Оны еш уақытта біздер ұмытпаймыз оны. 4-5 күн, 10 күннің ішінде ауыл түсімізге кіріп тұрады. Ол жасыратын жоқ ол. Мына жерде қанша әдемі, міне көлі бар әдемі, дайындық болып жатыр, басқа болып жатыр. Бірақ қанша дегенменен туған жер бөлек қой. Керіздің тасы, тауынан шығып жатқан суы, тұщы суы Керіздің. Оны сағынамыз. Шағылын сағынамыз, құмын. Орманы Сексеуілді сағынамыз. Сексеуілдің көлеңкесінде талай жусан шапқанбыз балалық шағымызда мектеп қабырғасына жүргенімізде. Бір жылап алынды. Сол кезде мына Россиядағы телевизорден кино көретін ек қой, мына ормандарын көріп, ой деп таң қалып. Сөйтсек бұл орманды қазір көзімізбен көріп, ауылдағы Сексеуілді аңсаймызда жүреміз. Ол шынын айтқан кезде. Ал енді мына сыныптастар, мына біздердің 30 жылдығымызға мына жігіттер қызмет қылып жатыр. Мына бейне таспаға түсіріп жатқан осы 30 жылдықта алдынан күні бұрын айтып, бұлай осындай ниетіміз бар деген кезде бұл өзіміздің Керізбұлақтың ауылдас мекені Керегетау. Бұрын Мелін Саққөз деп аталған. Кейін Керегетау есімі берілген ол жерде. Керегетаудың жігіті мына Дархан деген жігіт болады. Осы бейне таспаға алып жатыр. Қасындағы жігіт ініміз бұл Руслан деген жігіт. Бұл өзіміздің сол баяғы Тамды ауданынан бөлім шыққан ғой, 81 жылы Шудақ ауданы болған. Мына Құл деген Құл. Сол Құлда туылып өскен жігіт бұл Руслан деген. Осы жігіттер біздердің немізге 30 жылдығымызға өздерінің еңбегін аямай еңбек етіп жатыр. Сендердің де қызметтерің Алладан қайтсын.
Сендердің отбасыларыңда да тойларда жақсы ниетте кездесе берейік. Дастархандарың ашық болсын. Бала шағаларың аман болсын, дендерің сау болсын. Үлкен азамат болып, шал болып немере сүйіңдер. Иә, басқа не дейміз енді басқа. Тілек көп айта берсек. Біздей 30 жыл төлемді. Иә. Сендерде 30 жылдыққа жете беріңдер нәсіп болса, иә. Амин, амин. Иә. Сендерге енді алғысымыз шексіз. Рахмет сендерге.